Баршаңызға қайырлы күн. Менің пайдалы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге таңғы асқа бір өте ерекше идея көрсеткім келіп тұр. Ақуызға өте бай, өзінің табиғи тәттілігімен ерекше болып шығады. Бізге ең алдымен 180 грамм творог қажет болады, және бір жұмыртқа саламыз, және сахар заменитель немесе қант салсаңыздар да болады. Одан кейін 60 грамм күріш ұнын салдым. Кез келген ұнды салсаңыздар болады. Енді бір шай қасық разрыхлитель салып, қамыр елейтін боламыз. Қолмен елесеңіздер де болады. Осындай жұмсақ, нәзік қамырымыз шығады. Енді противенге пергамент қағазын төсеп аламыз да қолымызбен қамырымызды жайып шығатын боламыз. Қамыр өте нәзік, өйткені мен глютенсіз күріш ұнын қостым. Сол себепті қамырымыз өте нәзік, осылай қолымызбен жайып шығамыз. Енді бізге 2 алмұрт қажет болады. Осылай бөлшектерге бөліп аламыз бірдей. Енді жаңағы дайын болып тұрған, жайылған осылай қамырымыздың үстіне алмұртты осылай бір келкі етіп, сәндеп, әдемілеп салып шығамыз. Енді қолымызбен қамырдың осылай шетін видеода көріп тұрғандарыңыздай қайырып шығамыз. Ең соңғы этап, осылай қамырдың шеттеріне жұмыртқаның сарысын жағып аламыз да 180 градуста қызып тұрған пеште жарты сағат пісіріп аламыз. Менің пешімде жарты сағатта творожный галеттарымыз осылай қызарып дайын болды. Таңғы асқа жасасаңыздар өте тез, әрі өте ерекше, өзінің табиғи тәттісімен өте дәмді болып шығады. Және ақуызға өте бай. Егер дұрыс тамақтанып жүрсеңіз, тәтті жегіңіз келсе, онда тәтті десерттерден бас тартпай осыны жасап көріңіздер. Өте ерекше, өте дәмді болып шығады. Егер балаларға ұсынсаңыздар, құрамында творог бар екенін байқамай да қалады. Менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Менің парақшамда өте пайдалы, денсаулыққа еш зияны жоқ, артық салмаққа айналмайтын ерекше тағамдардың рецепттері бар. Сіздермен болған мен Рая. Сау болыңыздар.